Ақдәулет Сатыбалды Әбиұлы Қостанай облысында 1947 жылы туған. Алматы халық шаруашылығы институтын бітірген. Экономист. Орыс тілінде жазған шығармалары республика журналдарында басылған. Ақдәулет Сатыбалды Әбиұлы жарыққа шыққан көптеген кітаптары бар. Последний миг, детективные повести, житейские рассказы. Батыр Дүзей. Ақдәулет Сатыбалды Әбиұлы жарыққа көрген тағы бір кітабы ол «Баталар қабыл болсын, ақ тілек». Біздің халық шын пейілден төгілетін ақ тілеуге айрықша көңіл бөлген. Бата жай ғана тілек емес, бірлікті, елдікті сақтау және тәрбие жолындағы ой маржандары. Өсиеттердің тәрбиелік өнегелік мәні өте зор. Бізге жеткен бұл баталар халқымыздың киелі мұраларының бірі. Аттанан мұраға бота қалмасын, бата қалсын деген сөз жұртымыздың аузына жаталып, ой санамызға сіңісті болып кеткен нәрсе. Деп Сатыбалды Әбиұлы айтқандай, бұл кітапта баталар жинағын кіргізген. Оқырмандардың «Баталар қабыл болсын, ақ тілек» кітабынан оқу үзіндісін ұсынамыз. Сақтасын, сәбиді анасынан сақтасын, азаматты санасымен сақтасын, өрбеген жасыңмен сақтасын, адамды өз бағасымен сақтасын. Әумин. Тіледім. Бата бердім, бақ тіледім, ақласаққан басына. Жә Құдайым шын тіледім, келсінмен қасына. Өмір көрдей болып, көргенің түстей болып, қыдыр қонсын басына. Әумин. Бізге тартқан басыңыз, дәмді екен асыңыз. Ұрпақты өткізгенше сыйлы болып басыңыз. Құйған қызыл шайыңыз, балдай тәтті майыңыз, еселі болып, еңбегің жылдан жылға бай. Барлық тілек білдірушілерді және кітапхана оқырмандарын автордың жаңа кітабымен танысуға шақырамыз. Біздің Әулиекөл ауданы кітапханаға хош келдіңіздер демекпіз.